Ол жерде әсіресе мына біздің қазір жақсы болды ғой, телефонда бар. Мына телефонға жақын жүрген білеміз, кімдердің подписчиктер дейміз ғой, оқылымы, таралымы, кімнің таралымы көп, сол таралымы бар адамдардың тізімі болу керек біздің қолымызда. Сол адамдар одан кейін бізге осындай қажет уақытында бізге көмектесуге дайын болу керек. Олармен оқтын арасында, мысалы үшін кемінде 90-на бір рет, айына бір рет кездесіп, осындай жағдай туындағанда біз сіздердің оқырмандарыңызды, яғни сіздердің байланыстарыңызды біз пайдаланамыз деген олардың келісімін алу. Мысалы, өздеріңіз білесіздер, күнделікті көріп отырсыздар, мына көршілерде болып жатқан жағдайға байланысты. Мемлекетте жаңағы ішкі мобилизация басталған кезде мемлекеттен біраз адам сыртқа кетті. Бізде де мысалы үшін біраз адамдардың көрші мемлекеттерде бізге қарай өткенін көрдік. Ал енді сондай жағдай орын алғанда біздің қасымызда кімдер болады? Ол кісілер ауырып қалып, болмаса басқа үйінде болмай қалған жағдайда, болмаса басқа сыртта жүргенде оның орнында кім болады? Осыған біз дайын болуымыз керек. Жамбыл облысы әкімінің тапсырмасы бойынша және де Жамбыл облысы әкімінің орынбасары Мәдібек Қанатбек Қайшыбекұлының бекіткен ұйымдастырушылық нұсқаулығына сәйкес Шу ауданының аумағында 9-11 қазан аралығында кешенді оқу-жаттығу өткізілді. Кешенді оқу-жаттығу барысында 8 практикалық шаралар атқарылды. Жедел топ төтенше жағдайлар комиссиясының, жедел штабтың жұмысы, эвакуациялық комиссияның жұмыстары зерделенді, күш құралдың дайындығы бағаланды. Сонымен қатар практикалық көмек көрсетілді, методикалық көмек көрсетілді. Жалпы кешенді оқу-жаттығудың мақсаты азаматтық қорғаудың мемлекеттік күші жүйесінің, аумақтық күші жүйесінің дайындығын арттыру, өзара әрекеттесуін үйлестіру. Жалпы оқу-жаттығудың қорытындысы бойынша Жамбыл облысы әкімінің орынбасары Мәдібек Қанатбек Қайшыбекұлы өзі қорытындылады, тиісті кемшіліктерді жеткізіп, жалпы оқу-жаттығу бойынша тиісті нұсқаулықтар берілді.